Құрметті жас ұрпақ, біз тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бастап құқықтық мемлекет құруды басты бағыт ретінде айқындадық. Осы жолда 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың берік негізін қалады. Азаматтық процестің дамуы осы конституциялық қағидаттарға сүйене отырып жүзеге асты. 1999 жылы алғаш рет азаматтық процестік кодекс қабылданып, сот арқылы құқық қорғау тетігі нақты жүйеге келтірілді. Кейін заман талабына сай 2015 жылы жаңа кодекс қабылданып, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Бұл реформалардың басты мақсаты әрбір азаматтың әділ сотқа қол жеткізуін қамтамасыз ету болды. Азаматтық процестің негізгі міндеттері бұзылған құқықтарды қорғау, дауларды әділ шешу және қоғамда заңдылықты нығайту. Бүгінде азаматтық процестің қағидаттары соттың тәуелсіздігі, жариялылық, тараптардың теңдігі және бәсекелестік құқықтық мемлекеттің негізіне айналды. Сіздер еліміздің болашағысыздар. Заңды білу, құқықты құрметтеу және әділдікті қорғау әр азаматтың борышы.